Тапсырмаларға доступ алған кезде, міне осы аккаунттарыңызға кіресіздер ғой. Мына жерде сыныптардың тізімі, сіз алған сыныптар ғана көрініп тұрады. Біреуіне кіріп көрейік. Мына жерде PDF нұсқасы, осы тапсырмалардың барлық PDF-і бір жерде ғана тұрады. Басқа бөлімдерінен іздемейсіз. Міне 1.20 параграф жауаптар, 1.20 параграф тапсырмалар, 21.40 жауап, тапсырма, жауап, тапсырма. Осыны ашып, өзіңізге жүктеп аласыз, скачать деп басып. Сосын әрі қарай компьютеріңізден қолдана бересіз. PDF жағы түсінікті деп ойлаймын. Енді әрі қарай тапсырмалар төменде тұр. Тапсырманы ашып, начать деп басып ашасыз, үлкейтесіз. Сосын сол жақтағы жоғарыдағы клавиатурадағы ең үстіндегі кнопканы басып, қайтадан қалпына келтіресіз. Мына жерден дауысын қосуға болады, өшіруге болады тапсырманы. Сол сияқты қалған тапсырмаларды да аша бересіз. Келесі сыныпқа ауысу үшін жоғарыда, оң жақта, жоғарыда мынау адамның бейнесі сияқты дөңгелек түймешені басасыз және толық сынып дегенге кіріп, өзіңізге керек сыныпты таңдайсыз. Дәл солай PDF осы жерде және тапсырмалар. Енді құжаттар деген бөлімде, құжаттар деген бөлімге кірсеңіз, міне осындай көк ленталар шығады, тақырыптарымен жазылып тұр. Мысалы, КТЖ үстінен басасыз. Ол қараңыз жаңа вкладкадан ашылды. Осы жерден 3 нүктені басып, жүктеп аласыз өзіңізге. Жүктеп алғаннан кейін өңдеп, өзгертіп, өзіңізге қалай керек, солай етіп жасай бересіз. Скачать деп. Тура осындай папкашыңызды жүктеп алыңыз рабочий столдан. Келесі БЖБ жылдық жинақ. Кіріс бақылауы, әдіс тәсілдер, мұғалімге кітаптар дәл солай. Қалған документтерді де осылай ашып жүктеп ала бересіз.